жылы сөз деген психологиялық тренинг. Әр оқушы туған жеріне байланысты бір жақсы сөз айту керек. Мен бастайын. Тәуелсіз. Қарағайын бірсая жалғастырады. Әдемі, аға. Керемет. Ғажап. Таза ауа. Жақсы. Қаттырақ айтшы. Берекет. Кем байтақ. Берекет. Әдемі. Таза ауа кетті. Көркем ағаш көрген. Көркем айтып кетті негізі. Таза табиғат. Көрікті. Тазалық. Жақсы. Өте жақсы. Қазір бізде миға шабуыл болады. 3 сұрақ қоямын. Сол үшеуіне өз еркілерімен жауап берсеңдер болады. Бірінші сұрақ бізде туған өлке деген не? Туған өлке. Аға жөнекке? Туған өлке деген ол әрбір адам туған жерде, яғни қанша жерге барсаң да, қанша жерде керемет жерде болсаң да, сенің жаның әрқашан сол жерде қалып тұрады. Туған өлке деген сонымен өзіміздің туып өскен жеріміз, яғни Қазақстанымыз, иә? Өз туған жерің қай жер? Талдықорған, Қазақстан. Талдықорған. Молодец. Ол жер несімен ерекше? Біздің Қазақстан Талдықорған табиғатымен, таза ауасымен, тыныштығымен, тағы тарихымен, жермен айтып отырмыз. Және де басқа жерлерге немесе мемлекеттерге қарағанда біз сол жерді көбінесе еске алып, және де сол жердің есімізде қатты қалады. Жақсы. Туған өлке біз дүниеге келген, яғни өскен, алғашқы қадам жасаған жеріміз. Әр адам үшін ол ерекше және қымбат болып келеді, иә? Бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбы сонымен менің туған өлкем экскурсия, саяхат, танымдық жорықтар. Әрбір адам үшін туған жер ең қымбат, ең қасиетті мекен. Туған өлке біздің кіндік қанымыз тамған жер, балалық шағымыз өткен алтын бесігіміз. Адам қай жерде жүрсе де туған жерін әрдайым сағынады, мақтан тұтады. Сондықтан да халқымыз туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас деп бекер айтпаған. Туған өлкені тану, оның табиғатын, тарихын, мәдениетін білу деген сөз. Біз өз жеріміздің әсем тауларын видеоға түсіп отырмақ. Туған өлкені тану, оның табиғатын, тарихын, мәдениетін білу деген сөз. Біз өз жеріміздің әсем тауларын, мөлдір өзен көлдерін, кең даласын, тарихи ескерткіштерін білген сайын, оған деген сүйіспеншілігіміз арта түседі. Осындай білімді біз экскурсия, саяхат және танымдық жорықтар арқылы тереңірек меңгере аламыз. Экскурсия бұл белгілі бір жермен танысу, жаңа мәлімет алу болса, саяхат демалу мен танымды ұштастыратын қызықты әрекет. Ал танымдық жорықтар бізді төзімділікке, ұйымшылдыққа, табиғатты құрметтеуге үйретеді. Мұндай іс-шаралар тек білім беріп қана қоймай, денсаулығымызды нығайтып, өмірге деген қызығушылығымызды арттырады. Біздің еліміз табиғаты бай, тарихы терең, көрікті жерлерге толы өлке. Әр аймақтың өзіндік ерекшелігі, қайталанбас сұлулығы бар. Сол себепті әрбіріміз өз туған жерімізді танып, оны қорғап, мақтан тұтуымыз керек. Қазір біз тоқтарға назарады, бейнероликқа назаратын боламыз. Сіздің мен сендерден сұрайтын боламын. Сұрақ қоятын боламын. Сауырды соққылы ол осындағы ең қызықты табиғи нысандардың бірі.
Dünyasına batan sәтте шаттау бағдарлары таңдамалы проекттерге шаруашылыққа алматы облысындағы ең қызықты табиғи нысандардың бірі. Dünyasына бatan сәтте шаттау бағдарлары таңдамалы проекттерге боялады. Шаруашылықтағы солтүстік Америкадағы үлкен шатқалға ұқсас келеді. Бір жексенбілік сапарда төменгі Көлсай және Қайыңды көлдеріне де барып үлгеруге болады. Жоғарғы Көлсай етінісінен 4 шақырым шалғай және 600 метрге жоғары орналасқан. Оған көтерілу үшін көп уақыт пен жақсы физикалық дайындық қажет. Ол жолға бару үшін алдымен Ақтауға ұшақ немесе пойыз арқылы жетесіз де Ақтаудан әрі қарай тағы 300 шақырымнан аса жол жүресіз. Бұрындары жолдың жарты бөлігі толды, жарты бөлігі тасталуға деседі. Жергілікті туристік компаниялар бұл аймаққа сайланамы және қыркүйек-қазан айларында баруға кеңес береді. Жазғы кезеңде ауа температурасы көтеріліп, ерекшелік болады. Күндізгі жан-жақтас ыстық, кешкісінде бірден салқын ауамен ауысады. Сондықтан бұл демалуға келушілер кешкі ұйқыға қалмас үшін қалың киім алып келген абзал. Түркістан қаласында жақында ашылған Керуен сарай кешені орталық Азиядағы теңдесі жоқ жоба. Керуен сарай туристік кешені Түркістандағы кереметтер нысандардың ішіндегі ең ғажайыбы. Аумағы 88 гектар жерді алып жатқан ерекше қалашықтың ішінде 5 жылдық қонақ үйлер, су бетіндегі театр, кинотеатр, ең ғажайып балалар ойын алаңы, сауда орындары мен мейрамханалар орналасқан. Келген туристер мен қонақтар кешен ішін қайықпен аралайды. Көрермен талай бір тамсандырған Бурабайды демалушылық көл десеңіз жақсы таңдау. Бурабайды жұрт Қазақстанның жүр маржаны және Қазақстанның Швейцария деп атайды. Бурабай деңізі ұлттық табиғи саябақтың бір бөлігі. Көкшетау тауларының бөлігінде 14 ірі көлдің, Бурабайдың, Шолпанның, Ұлытаудың қоршауында орналасқан. Өлкенің тарихы Оқжетпес, Бурабай, Жетібаты секілді және басқа аңыздар мен ертегі толғауларға бай келеді. Алакөл Қазақстандағы Алматы және Шығыс Қазақстан облысының аумағында орналасқан көл. Қазақстандағы ең ғажайып көлдердің бірі десек артық айтпаймыз. Аумағы 20 мың гектардан асатын бұл өлкеге денсаулығын түзетуге келетін жандар қатары көп. Көл суы минералды ресурстарға, йодқа, фосфатқа, химиялық элементтерге бай болғандықтан оның денсаулыққа пайдасы дәлелденген. Бейнероликті көріп болдық. Бейнероликта қандай көрікті жерлеріміз туралы айтылды? Алакөл, тағы Бурабай, Шаршақалы, тағы Қайынды көрсетті, Көлсайды көрсетті, каньонды көрсетті, келесі бізде сөйлемді аяқта тапсырмасы. Өзім тұрғызып сұрайын ба, әлде ерікті болсын ба? Жарайды, өзім тұрғызып сұрайын. Менің туған жерімнің табиғаты. Сөйлемді аяқтаймыз, сұрағым. Айтайын. Менің туған жерімнің табиғаты. Бір-екі сөзбен айтсам болады да аяқтап. Әдемі. Жақсы. Отыра ғой. Мен өз өлкемді жақсы көремін себебі. Айталым. Мен өз өлкемді жақсы көремін себебі ол жер тыныш. Тыныш. Жақсы. Біздің өлкеде ең әдемі жер. Айталым жасылым. Біздің өлкеде ең әдемі жерлер көп. Жақсы. Экскурсия кезінде мен сыныппен, отбасылармен экскурсияға барып көрдіңдер ма? Экскурсия кезінде мен Өз өлкемді тани бастаймын. жақсы. Саяхат маған ұнайды өткені, Нұртас. Өйткені әдемі жерлер көп. Жақсы. Жорыққа шыққанда біз, Кәусар, жорыққа шыққанда
түседі. Отыра қайтасың. Жорыққа шыққанда біз табиғатты аяулау қажетпіз. Жақсы, өте жақсы. Келесі, табиғатта өзін дұрыс ұстау үшін қайта ғой. Табиғатта өзімді дұрыс ұстау үшін қоқыс тастамау керек, ағаш тастамау керек. Жақсы. Қоқыс өте Мен табиғатты қорғау үшін әрқашан, Алижан, мен табиғатты қорғау үшін әрқашан не істейсің? қоқыс тастамайды. Тағы. Ағаштар сындырмайды, жерлерді сақтайды. Молодец. Менің сүйікті демалыс орным Саябақ. Табиғатта. табиғатта. Жерде? Тағы. Ал орнында қай жерде қыдырасыңдар көбінесе? Жастарда, Қаратаудың бойында. Мен достарыма туған өлкемді қайта ғой. Танытып көрсеткім келеді. Өте жақсы. Туған жерімді дамыту үшін Туған жерімді дамыту үшін өз үлесімді қосамын. ой, молодец. Табиғат ол Рай. Алина айтады. Таза ауа. Таза ауа. Қоссам дейсің бе? Қайта ғой. Жақсы. Мен орманда болғанда Мен орманда болғанда не істейсің орманда болғанда? Табиғатқа шығып көрдің, текеліге де барып көрген шығарсың. Пикникқа барған кезде мысалға не істейсің? Аяру, көмектесеміз. Айта ғой Алихан. Отырыңдар. Алихан, өте жақсы. Тауда жүргенде мен, Жасмин. Жанерке айта ғой. Тауда жүргенде мен қауіпсіздік ережесін сақтаймын. Өте жақсы, Жанерке. Өзен көлдерді қорғау үшін біз не істейміз? суды кіргіземіз. Ой, молодец. Сосын тағы қосатын бар ма? Қоқыс тастамаймыз. Қоқыс тастамаймыз тағы. Отыр. Мен болашақта саяхаттап, қай жерге барғым келеді, Нұртас? Болашақта Қазақстан жерінде мысалға, сен қай жақта болып көрмедің? Өте жақсы. Отыра ғой. Табиғатқа зиян келтірмеу үшін табиғатты аялау керек. Мансұр, табиғатқа зиян келтірмеу үшін сен не істейсің? Қоқыс тастамау керек тағы. Орнынан тұрып отыр. Қоқыс тастамаймыз. Өрт жағдымыз. Жақсы. Соңғы сұрақ. Мен туған жеріммен мақтанам. Жоқ, бұл уже бітті ғой, иә? Аха. Қазір ендеше бізде 5 минуттық болады. Екі тақырыпта, өздерің қалаған тақырыпта жасаңдар болады. Негізі екі қатармен, бірінші, екінші қатар болып. Бірінші нұсқа менің туған өлкем туралы жазады. Арғы Абылай бірінші нұсқа, Жанерке, Нұртас
Alihan birinchi nusxa, Nur Sayoq, qolganlar birinchi nusxa bo'lasizlar. Mening tug'an o'lkam turib yozasizlar. Ikkinchi nusxa Alijan, Janeke, және Жұлдыз bizga sayohatning foydasi turib yozатын bo'lasizlar. Mansur sen sayohatning foydasi turib yozатын bo'lasizlar. Sizlar sayohatning foydasi turib yozasizlar. Sizlar o'ya birinchi nusxa mening tug'an o'lkam turib yozadi. Ikkinchi nusxa sayohatning foydasi turib yozadi. Tafsirda ashib yozib berdim. Sendердің барлықтарың саяхаттың пайдасы туралы жазасыңдар. Черновик алып беріңіздер. Бес минут уақыт беріледі сендерге. Қазақстан қандай көрікті жерлері бар? Қай жаққа саяхаттап барып келгендерін туралы жазсаңдар болады. Екіншісінің саяхаттың пайдасы туралы. Қатты көп сөйлеу керек емес, өз ойларыңды емін-еркін жаза берсеңдер болады. Тұртас болыңдар.
Естественно, өз туған еліміз ғана. Жақсы, өте жақсы. Алихан бізде 3-те беден екен, отыра ғой. Аха, тағы қалғанымыз болғандар бар ма? Нұрсая? Менің туған өлкем мен үшін өте ыстық. Себебі ол жерде мен балалық шағым, алғашқы қадамдарым, мектепке баруым, үлкен өмірге қадам басуым өтті. Туған өлкені жақсы көру біздің міндетіміз. Сонымен қатар туған өлкені аялауымыз қажет. Өйткені қазіргі заманда зауыт фабрикалар дамыған сайын экологияда соншалықты ластанып бара жатыр. Өте жақсы. Тағы болғандарыңыз бар ма? Көп сөйлем керек емес. Нұртас? Соңғы сөйлемдерін жазып аяқтарында түсін. Оқитын боласыңдар. Абылай болды ма? Жазыпсың ғой оқиды. Аха. Менің туған өлкем ол жердің ең көрікті қалалары мен жерлері Ақтау. Себебі ол жерде Каспий теңізі бар. Ол жер өте әдемі, көрікті және ең әдемі күшті қала. Талдықорған да өте тыныш жер, таза ауа. Және менің сүйікті ауылым Сарқан, яғни Абай ауылы, тыныш, таза ауа, таулар, тау және тағы. Өте жақсы отырады. Тағы болғандарыңыз бар ма? Енді саяхаттың пайдасы туралы нұсқалар. Аха, жөнекей айта ғой. Саяхаттың пайдасы. Әр адамзат жұмыс істеп, сабақ оқып, күн кешеді екен. Кейде біз өзімізге демалыс береміз, немесе 2 күн бос күнде біз шаршауды басамыз. Тыңдармыз. Адамдар тым аса көп еңбектенгенде тек физикалық емес, тағы психикалық шаршауды сезеді екен. Көбіне ол стресске жетелейді екен. Оның шешімі бір керемет күнде саяхатқа арнау болып саналады. Мысалы, мен сабақ оқыған кезде демалыста саяхатқа шығып, өзімізді бүкіл отбасымен арнайды екен. Мен Алматыда болған, Көктөбеге шыққан, тауда болған. Осы айта берсем, ол бітпейді, яғни көп. Енді жалпы мен қорытындым, ол әр түрі организм, тірі жан өзіне бір күн болса да жақсы саяхатқа, жақсы күнге арнау тиісті деп ойлаймын. Өте жақсы, жөнекей. Тағы. Рахым. Тағы да саяхаттың пайдасы туралы жұлдыз айтып кетсең, сонымен айта бер. Саяхаттың пайдасы. Әр адам саяхатқа таза ауада жүріп келеді. Саяхат кезінде адамдар әдемі жерлерді көріп, барлық табиғаттан ол жақта демалады. Жақсы. Батыр. Аяру. Саяхат туралы. Жақсы. Енді біз тәрбие сағатын қорытындылайық. 3-2-1 әдісі арқылы 3 не нәрсе үйрендім, 2 қызықты факт естіген туралы және 1 сұрағым бар. Жазсаңдар да болады, ауызша айта берсеңдер де болады. Ойланып алыңдар. 3 нәрсе үйрендім. Аха. 3 нәрсе үйрендім дегенін. Мысалы, Қазақстан туралы не білгендеріңді жаңа видеода
ayta bereyim desең, ayta алам. Ахан Нұрсара. Бүгінгі сабақта табиғатты араламыз. Қазақстанның көрікті жерлері туралы табиғат, сонымен қатар туған өлкеміз жайлы көп ақпарат естідім. Сонымен қатар мен екі қызықты факты білдім. Яғни әр адамның өзінің туған өлкесі, өзіне қатты болады. Сонымен қатар қайда жүрсең, Тыңдаймыз. сен өз өлкеңді сағынып жүресің. Және де менің осы сабаққа бір сұрағым бар. Неліктен әр адам үшін өзінің туған өлкесі әрдайым жадында қалады? Себебі өзінің туған жері өзіне ыстық болып келеді. Сен басқа жақта болсаң да, сені өз туған жеріне жақын тартып тұрады. Тағы қалғанымыз Осы бірінші сабақта мен үш нәрсені осы үш сабақтарды үйрендім. Біріншіден, сабақта осы табиғатты одан да қалай аялау қажет екенін және де табиғаттың өзі қалай сақтау екенін білдім. Екіншіден, осы біздің табиғатта заттардың көбісі, мысалы, біздің кең байтақ екенін барлығын естіп, көріп танып, өзім эссемен жалпы қорытынды жасадым. Және соңғысы менде осы сабақта бүкіл информация қызықты болды, соның өте танымды болды десек те болады. Екі қызықты факты естіген. тыныштығымыз және екенін тыңдаймыз. Осы біздің табиғаттағы керемет жерлеріміз бар ғой. Солардың Күнделік көбісі туралы айтатын болады. біз андай айтамыз ғой шетелдегі мынандай затқа ұқсайды. Мысалы сол каньондарда біз жатқыза алады дегенімізді білдім. Екіншіден осы біздің қайыңды деген өзен бар ғой. Оның өзі әдемі екен және де сол бейнежазбадағы естіген заттың қорытындыладым. Және де негізі сұрақтар жоқ да. Жақсы, отырамын. Тағы да айтатындар бар ма? Нұртас? Жақсы. Енді кері байланып, бізде бас бармақ әдісі арқылы егер сендер барлығын түсінсеңдер, бас бармақтарыңды үстіге қарай көтересіңдер, орташа түсінсеңдер, немесе енді түсініп келсеңдер, орташаны көрсетесіңдер. Егер түсінбедім десеңдер, төмен қарай. Қолдарымыз көтереміз, көрсетеміз. Батырхан неге? Барлығы түсінікті болды ма? Жақсы. Тәрбие сағатыма қатысқандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Сау болыңдар.